Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін сіздермен көпшіліктің жүрегін жаулап алған өте дәмді молочная девочка тортының рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін молокоға жұмыртқаны салып, ровно 5 минут миксерлейміз қыздар. Таймер қосып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде 5 минут миксерлеңіздер, корждарыңыз өте жақсы шығу үшін. Мен үнемі тірі желание молокосын қолданамын, сіздерге де кеңес беремін. Бөлек ыдысқа ұнға содасын салып араластырып аламыз осылай. Және сұйық массамызға бір ас қасықтан салып отырып, осылай араластырып аламыз. Барлығын толық бірден салып жіберуге болмайды. Бір ас қасықтан салып отырып, осылай миксерлеп, осындай тесто, яғни қамыр дайындап аламыз. Әр коржға 3 ас қасықтан салып, диаметрін 24 сантиметр етіп, бір тегіс етіп жайып шығамыз қыздар. Алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз осындай болып шығады, осындай жіп-жіңішке әдемі болады. Ал енді кремін дайындаймыз. Салқын творожный сырға қантты салып 30 секундтай миксерлейміз. Міндетті түрде творожный сырларыңыз салқын болуы қажет. Үстінен сливкиді құямыз. Сливкиде холодильниктен жаңа шыққан, салқын болуы қажет. Сливки менде осы сливки өте жақсы сливки, сіздерге де осыны қолдануға кеңес беремін. Миксерлейміз. Крем қоюланып өзінің формасын жақсы ұстаса болды қыздар. Ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды, себебі сливки іріп кетуі мүмкін. Осылай формасын ұстаған кезде сразу тоқтатыңыздар миксерді. 1-3-4 минуттай миксерлейсіздер. Одан соң крем корж етіп осылай жинап шығамыз. Әр коржға 3 ас қасықтан крем салсаңыздар жетеді. Егер де сыртын қаптайтын болсаңыздар, креммен ең жоғарғы бетіне жұқалап қана мен сияқты крем жағыңыздар. Жоқ, қаптамаймыз десеңіздер, қалыңдау етіп жағып, шеттеріне крошка жапсыра салсаңыздар болады. Ал енді менде торт дайын. Енді осы тортқа обтяжка жасаймын, яғни сыртын қаптаймын. Бөлме температурасындағы сармайға сахарный пудраны салып, бір миксерлеп жібереміз. Міндетті түрде сармай осындай жұмсақ бөлме температурасында болуы қажет. Ал енді үстінен творожный сырды саламыз. Мен үнемі осы творожный сырды қолданамын. Сіздерге де осы сырды қолдануға, творожный сырды қолдануға кеңес беремін. Саламыз. Бір миксерлеп жібереміз. Ұзақ уақыт миксерлеудің қажет жоқ, толық араласта болғаны. Міне біздің обтяжкаге креміміз дайын. Егер насадкілеріңіз болмаса, осындай мешокқа салып, осылай айналдыра кремді жағып шықсаңыздар болады. Міне осылай жұқалап, қатты қалың етпей, әдемілеп жағып шығамыз барлық жеріне тигізіп. Тегістеу үшін бізге осындай шпатель қажет. Жеңіл ғана сылап өтеміз қыздар. Қатты басуға болмайды. Мен тәжірибелі кондитер емеспін. Егер бір нәрсені дұрыс жасамай жатсам, қатты мін айтып сынамаңыздар. Жай ғана өзімнің отбасыма жасап қуантып жүрген торттың рецептісімен сіздермен де бөліскім келді. Осылай жеңіл сипап, сыртын тегістеп алсаңыздар болады. Қалған кремге осындай краситель қостым. Мен тәжірибелік кондитер болмаған соң, үнемі заказ қабылдамаған соң, менде қымбат краситель болмады. Сол үшін осындай пищевой краситель қолдандым. Краситель қосқаннан соң қыздар кремдеріңіз сұйық болып кетуі мүмкін. Бір 10 минутқа морозильникке салып алсаңыздар, осылай формасын өте жақсы ұстайтын болады. Міне достар, біздің тортымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.